Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бірге футбол мен ойындар бағдарламасы. Бүгін біз сіздермен бірге ютубқа қалай кайнимастерде нені істейді деп айтып жатыр. Bir нейм кезет дейтін бір бала менен сұрады, сен маған кайнимастерден қалай видео жіберетін айтшы деп. Неден Темірлан кезеттің анасынан сұрады маған, сен айтшы деп. Мен бір видеодан кейін шығады дедім. Ал ендеше мен мысалы мен мына интром бар, я. Осы интром. Мінекей қарағаныздар бірінші. Осы күшті қылып істедім. Мінекей осы интромда мен ютубқа жіберем. Біріншіна 3 бұрышты басасыздар, міне көріп тұрсыздар өздеріңіз. Я стрелкамен көрсетіп тұр. Міне бастық. Галереяға жібересіз ба, или ютубта жібереміз, ол өте оңай. Мына жоқ күт достар, мына дұрыс көрсетпей кеттім. Достар, міне ютубты басамыз. Достар, міне мына астын басамыз. Қайттан стрелкалар көрсетілді, міне басамыз. Наками деп тұр, бірнәрсе. Среднее качество дейінді басамыз. И бүйтіп мынау толу керек. Аз видео болса тез толады, ал көп видео болса жай толады достар. 1 сағатта өтіп кетуі мүмкін достар. Ондай видео болса галереяға жіберіңдер, или галереяда көп болып кетсе, сразу ютубқа жіберіңдер. Достар, мінекей осылай жібересіңдер, өздерің нелеріңе ат қоясыңдар, істейсіңдер. Ал мен осы видеоны осы жерден аяқтаймын. Достар, ендеше пока-пока достар.